Құсбегілік қазақтың қанына сіңген қасиетті өнер. Құсбегілік ұлы даланың ұлы тарауы. Армысыздар, құрметті көрермендер, әдеттегідей сіздермен бірге еркін сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Тілеген Әбішев. Бүгінгі хабарымыздың қонағы 13 жасында әлем таныған бүркітші қыз Айшолпан Нұрғайып. Айшолпан қарындасым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жақында ғана осы Шығыс Қазақстанда өткен Салбурын бүркітшілер байқауында өзіңіз Шығыс Қазақстаннан 2 бөлмелі пәтер алдыңыз. Жеке сізге бүркіт сыйлады. Барлығы құтты болсын. Әсеріңіз қалай? Рахмет. Өте керемет. Жалпы Шығыс Қазақстан облысына Ермек Бердібайұлы Көшербаев мырзаға алғысымды айтқым келеді. Және де қазақ еліне алғысымды айтқым келеді. Мен үшін күтпеген жағдай болды. Қуаныштымын. Қалай қазір енді өзі азаматтық алдыңыздар ма? Иә, азаматтық алдым, 1 ай болды. Құтты болсын. Өзіңіз бүгін ғана Көкшетаудан келе жатырсыз. Ол жақта қандай жарысқа қатысып келе жатырсыз? Жалпы бізде бүркітші сайысы болады жыл сайын әр облыста. Бірінші осы көшпенділер ойын болды, одан кейін Шығыс Қазақстанда бүркітші сайысы өтті, содан кейін үшінші осы Көкшетауда өтті. Өте жоғарғы деңгейде жақсы өтті. Сіз бұған дейінгі сұхбаттарыңызда Оксфорд және Гарвард университеттері сізге грант беріп жатыр деп айтқан болатынсыз, бірақ жоғарғы оқу орнын Қазақстанда тамамдадыңыз. Әлемдік деңгейдегі оқу орындарының грантын неге қабылдаған жоқсыз деген сауал. Жалпы мен осы қазақ еліне ең алғаш рет 31-ші елім болып, қазақ елін көру менің арманым болған. Бірақ та сол кезде 2019 жылы осы қазақ еліне келгенде бірінші мен Спектрум халықаралық мектебінде оқыдым, сол жерде бітірдім, Біліминация қоры грант ұсынып. Одан кейін мен бітірген жылы ковид болды, сол ковидқа байланысты, белгілі бір себептерге байланысты шетелге бара алмадым. Енді қазір Алматыдағы Сүлеймен Демирел атындағы университетті бітірдіңіз, қандай мамандық бойынша? Иә, мен Алматы қаласында СДУ университетінде қазақ тілі әдебиет бойынша бітірдім, бакалавр. Қазір немен шұғылданып жүрсіз? Қазір таңда енді менің ата-анам енді осы қазақ еліне келді. Ендігі қазір болғанда енді осы туризмді дамыту, жалпы әртүрлі мысалы Бурабай, Шығыс Қазақстандарға барып туристі қалай дамытуға болады, не жасауға болады деп зерттеу үстіндемін. Көшпенділердің салтын, дәстүрін насихаттап жүрсіз, бірақ сізді көшпенділер ойыннан көрмедік. Неліктен? Жалпы көшпенділер ойынына қандай баға бересіз? Негізі көшпенділер ойында жүрдім. Сіздер мүмкін байқамаған шығарсыз, құрметті қонақ ретінде бардым. Жоқ, құрметті қонақ емес, бізді сіз қатысушы ретінде көргіңіз келген. Иә, өкінішке орай қатысушы ретінде бара алмадым, себебі мен оқуда болдым, ол жарыстарға қатыса алмадым, және де Моңғолияның азаматы болдым деген белгілі бір себептерге байланысты. Енді бұйырсақ келесі көшпенділер ойыны Қырғыз елінде өтеді. Ол жерге Қазақстанның намысын көтеріп, туын желбіретіп баруға дайынсыз ғой? Әрине, міндетті түрде. Жақсы. Жақында сосын сізге бүркіт берді. Мысалы, бүркітті бір иесінен екінші иесіне бейімделу қалай болады? Жалпы, иә, енді менің Моңғолияда туып өстім, туған жері Моңғолия, енді сол жерде менің бүркітім қалды, енді сол жерде ағаларыма беріп кеттім. Енді осы қазақ еліне келген кезде енді мен бүркіт сыйлады. Жалпы бүркітті енді үйрету өте қиын. Жалпы енді оны басынан бастап балапан кезінен үйрету керек болады. Қазір енді баптау үстіндемін. Негізі бүркітті үйрету қатты қиынға соқпайды. Қазір неше бүркітіңіз бар? Қазір таңда 1 бүркітім бар. Сол кешегі берген? Иә, сыйлағам. Жақсы. Сіз Моңғолияда тұрғанда ол жақтағы туризмге зор үлес қостыңыз. Оны барлығымыз көрдік, естідік. Ал Моңғолияға ат басын бұрған туристердің 40%-і сізді көруге арнайы іздеп келеді деген ақпарат тарады. Ал Қазақстанға сізді арнайы іздеп келіп, осы Шығыс Қазақстанға сізді көруге барған туристер болды ма? Әрине, енді мен бүркітші қыз Айшолпан ретінде әлемге танымал болдым, және де мен туралы кинолар түсті. Сол арқылы Моңғолияға туристер саны 80%-ға жоғарылады. Жылында бір 2000-3000 туристі тек мен іздеп Моңғолияға келетін. Енді қазіргі осы көшпенділер ойында да мен іздеп келді. Сол жерде де туристерім болды, және де блогерлер болды. Олар Шығыс Қазақстанда жарыс Салбурын 2024-ке келіп, менің үйімді қонақ қылып, оның туристі болды, өзім қонақ қылып солай жібердім. Әлі күнге дейін Қазақстанда болсам да іздеп келетін туристер бар. Осыға дейінгі қарапайым Айшолпан мен қазіргі танымал болған Айшолпанның арасында қандай бір өзгешелік бар? Жалпы енді бұрын енді кішкентай қыз Айшолпан болып енді
әлемге танылдым. Енді қазіргі Айшолпан өзін жан жақ дамытқан білімді Айшолпан деп айта алар едім. Жақсы. Бүркіттен қол үзген жоқсыз ба? Уақытыңыз қалай жетіп жатыр? Жалпы Қазақстанда құсбегілік қандай деңгейде дамып келе жатыр? Әрине, енді құсбегілік ол менің 7 ата бабамнан бері жалғасып келген, жалпы ұрпақ мұра. Менің ең алғашқы ұстазы менің әкем болды. Сол мен кішкентай кезінен дүниеге келіп көргенім бүркіт болды. Содан 6 жасынан бастап ат үйреніп, 8 жасынан бастап бүркітшілікпен айланыстым. 13 жасымда бүркітші қыз Айшолпан әлемге танылдым. Жалпы енді Қазақстанда болғанда енді 40-30%-дан енді дамып келе жатыр деп айтар едім. Атадан қалған бұл бірегей өнерді әлемге танытам деген жоспарыңыз болған. Қазір бұл жоспарыңыз қалай жүзеге асып жатыр? Әрине, енді әлемге танылту үшін көптеген жұмыстар істеу керек. Қандай жұмыстар керек? Мәселе? Жалпы мәселе ең бірінші айталып, қаржылық жағынан керек. Жалпы көмек керек, қолдау керек, үлкен. Сол арқылы біз әлемге деңгейге шыға аламыз. Өйткені мысалы бізде бүркітші сайысы болады. Оларға жағдай жасау керек. Бүркітші әрбір облыста болған кезде ода үлкен ареналар салу керек. Халық көп оны көру керек деген. Соның барлық жағдайын жасау керек. Және де төрешілер өте жақсы болу керек. Мысалы халықаралық өткенде халықаралық төрешілерді араластырып сол отыру керек те, бір қалыпта төреші қалмау керек. Әртүрлі жарыста әртүрлі төрешілер өзгеріп отыру керек деп ойлаймын. Мен жалпы бүркітші сайысына қатысайын, құрмет қонақ ретінде барып, біраз нәрселер байқап жүрмін, біраз нәрселерге өзгеріс кіргізу керек. Мысалы Монғолиядан біз бағдарламада енгізу керек, камералар қою керек, әділет өту керек деп ойлаймын. Құсбегілік қазір ұлттық спорт федерациясының құрамында, жалпы жаңа сіз айтып жатырсыз, алдымен оны дамыту үшін қаржы керек, қолдау керек деп, жалпы қазіргі таңда сізге демеушілік танытып, қолдау танытам деген азаматтар бар ма? Қазір таңда енді осы Шығыс Қазақстан жалпы маған қолдау көрсетіп жатыр. Енді бір бизнес ағаларым бар. Қазір енді осы қолға алып жатыр ғой, соңғы жылдары. Жақсы. Бүркітші Айшолпан 5 секундтың ішінде бүркітті қолға қондырып рекордты орнатқан болатын. Жалпы осыдан кейін сіздің рекордыңызды жаңартқан адамдар болды ма? Иә, мен ол балапанды кішкентай кезінде енді өзім 18 метр қиядан түсіп, алға балапаным болатын. Жалпы біз ана бүркіт ұстаймыз көбінесе. Енді өзім кішкентай баламды тәрбиеледім. Мен енді ойламадым, рекорд жаңартам деп қолыма шақырам, келеді 5 секундта. Енді одан кейін ешкім әлі жаңарта қоймады. Бүркіт пен адам арасында бір сағыныш бола ма? Әрине, енді ол бүркіт негізі ерекше құс қой, жалпы ол сөйлей алмаса да адамды сезеді. Мысалы, мен шет мемлекеттерде жүрген кезде сөйлемей келген кезде ол аяғымның дыбысынан да сезетін сондай сезімтал. Жалпы бүркітті мен сырласымдай көрем, онымен сырласам, сөйлесем, ол барлығын сезеді. Өйткені бүркіт бар жерде қот береке бар деп айтады ғой. Таудың бастан қой беріп, қайт шақыртымыздан көрсетейді. Оның бүркітшілер тойында ең алғашқы бастан шақырудан басталады. Жарайсың қызым, әдем ұстадық. Айшолпан, бір бүркітті адам қанша жыл ұстайды? Оның жасы бар ма? Сосын бүркітті қоя бергеннен кейін иесін қайта айналып кетпей қояды дейді. Атын, даусын тани деген, мысалы, бауыр басып қалуда сондай сәттер болды ма? Жалпы бүркітті екі амалмен ұстайды. Біріншісі ол ұядан алу. Екіншісі ол 100 бүркіт дейді, қақпамен ұстап алу. Ал балапан бүркітті үйретуге 1 ай кетеді, ал 100 құсты үйретуге 2 ай кетеді. Жалпы бүркіт 4 айда бір жасайды, адамның жасымен 60-70 жасайды. Ол 5 жасына келгенде ана жасына келеді ғой. Біз өйткені көбінесе ана бүркіттерді ұстаймыз, ұя басар деп айтады. Содан 5 жылдан кейін оны табиғатқа жібереміз. Әрине, енді ол үйреніп қалған, қимастық болады. Оған арнайы бір қой сойып, рахметімізді айтып, солай табиғатқа жібереміз. Керемет. Осы атадан балаға мирас болған құсбегілік өнердің болашақта бизнес болып кету қаупі бар ма? Жалпы мен бұны екі пікірді айтар едім. Біріншісі, мен қарсымын той бизнес шоуға жасауға. Мысалы, көбісі тойға апарып жатады. Оларға қарсымын. Ал екіншісі болғанда, енді әрине оны туристерге көрсетуге, жалпы оны қолына қондырып, бүркіттің қаншалықты ауыр екеніне киім кидіріп түсіруге болады. Жалпы туризм солай дамытылған.
Ашылпан, сіз 13 жасыңызда әлемге танылдыңыз. Сіз туралы кітап жазылды, кинода түсірілді, тіпті сіз туралы деректі фильм Оскарға ұсынылды. Осыншама даңқтың жауапкершілігі қандай? Жалпы әрине енді жұлдыз болу, халықтың алдында жүру оңай емес. Енді мен ол кезде енді алғаш рет мені Ашыр студентский фотограф әлемге танымал етті. 13 жасымда осы бүркітші қыз Айшолпан, осы мен киноға ойнайтыңыздар болса деп әлеуметтік желіден салады. Сол кезде Оттабел, менің режиссерім хабарласып, осы кинода түсіру негізі оңай болмады. 2 жыл жарым уақыт түсірілдік. Жалпы 4 мезгілде 1 ай сайын келіп тұрды. Мен ол жерде ешбір жасадым жоқ. Жалпы менің күнделікті өмір тіршілігімді түсірді. Жалпы ол жерде бірінші қызбен әкенің тәрім тәрбиесі, қазақтың салт дәстүрі және де көшпенділердің өмірі баяндалады. Шолпан сен батамда мұз балақ деген құс, ана балағын көр. Қолға түспейтін құс. Шолпан бүркітші болам деп жүр. Болады екен. Түсінбейтін адамдар. Бүркітпенен жағаластық. 5-6 атамыздың бір қарды. Дегені мен әкемнің әкесінің бүркіті аюға түсті. Осы Шолпанға батаңызды беріңіз, Шолпан. Ай Шолпан! Ай Шолпан! Ай Шолпан! Берген. Қолға түспейтін құс балам. Ya balam, benim yolumdu versin, derine sağlık versin. Ben siyahta aksakal tartıştı bol. Kolumdan kuş götmesin, beldeğinden at getmesin. Ne tileğin tilek bolsa, soğuk tileğinde Allah kabul versin. Allah. Verdim bana, bana. Allah biletini çıkar endi. Köp kaçmasın, bolu gerek. Екі балапан бірдей, аман бол. Ол киномнан кейін кітап шықты. Жалпы кітабының ашылуына бара алмадым ковид кезінде. Бірақ 2019 жылы осы жерде ашылуы болды. Жалпы бүркітшілікке, осы құсбегілікке қызығып жүрген жас қыздарға, осы өнерге өзін арнағысы келіп жүрген жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Жалпы мен қыздар, енді мен әлемге танылғаннан кейін Монғолияда 15 бүркітші қыз бар. Қателеспесем, енді Қазақстанда соңғы жылдары 3-4 қыздар шығып жатыр. Мен жалпы ризамын қыздарға, өйткені мен түсінемін бүркітті қаншалық қиын екен, шыдамдылық керек екен, күш керек екен. Жалпы біз әлемге осы бүркітшілікті танытуымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, басқа спорт түрлері бар ғой. Мысалы, баскетбол, волейбол, солар танылып жатса, енді бүркітті сондай дәрежеге жеткізу керек деп ойлаймын. Содан кейін осы бүркітшілік сайыстарын біз мысалы бұрын қансонар кезінде ғана білеміз. Оған дейінгі аралықта бүркітшілер немен айналысады, сол туралы айтып беріңізші? Жалпы біз негізі Монғолияда күз айынан бастап осы наурыз айына дейін аңға салынады. Қыс уақытында аңға шығып, кәдімгі тауларда жүріп, ол өз жемін өзі табады. Ал 3 айдан кейін ол бүркіт түлейді. Яғни түлейді дегенде оның қанаттары түсіп, жаңа қанаттары шығады. Сол жаз уақытында үйде түлеп, қанаттарын барлығы түсіп, жаңа қанаттар шыққанша күтеміз. Содан кейін күз айында қайта оны қайырып бастаймыз. Жалпы атты қалай баптайды, бүркітті солай баптайды. Бүркіттің тамақтану процесі қандай? Жалпы бүркіт енді олар тек шикі ет жейді. Олар тұзды ет жесе өліп қалады. Оның баптау да оңай емес енді. Жалпы қыс айдарында онда 1 килограмм сондай жейді. Жаз айдарында бір суыр немесе бір қоянды жей береді. Асықпай жеміңді же. Ертеңге дайынсың ба? Ертең қалың кісі барады. Оған дайынсың ба? Бәрі жақсы болады. Қарның тойды ма? Ашуланба, қарның тойды ма? Ашуланба? Болашақтағы жоспарыңыз қандай? Сіз енді жоғарғы оқу орнынан білім алдыңыз, бірақ бүркітшілікте әлі енді сіз тастамайсыз, оны білеміз. Енді өзіңіздің жоспарыңыз? Жалпы мен көп мақсат жоспарымды айта бермеймін. Соның бірі жалпы халқыма, жалпы еліме, жұртыма, салтыма адал қызмет ету, және де ата-анамның ақ батасын алу,
жалпы мүмкіншілігі шектеулі адамдарға көмектесу. Содан кейін жалпы ары қарай мектеп ашу, ұлттық мектеп ашу. Енді сондай жоспарларым бар. Жақсы. Өзіңіздің жаңа айтады ғой, фанаттарыңыз бар ма? Мысалы, сізге хабарласып тұратын? Иә, өте көп. Шет мемлекеттерден болсын, жалпы соңғы жылдар Қазақстандан танып келе жатыр, фанаттарым өте көп. Жақсы. Айшолпан, сосын жалпы республика күні бұл мемлекеттің мерекесі. Ал енді осы елдігімізді, туған жердің қасиетін, топырағын шетте жүрген адам ғана біледі дейді. Жалпы өзіңіз Қазақстан туралы сағынышыңыз, елге деген құрметіңіз туралы айтып берсеңіз. Жалпы мен бұл қалай сездім? Өйткені бізде көп адамның арман атамекенге келу, жұртқа келу. Мен де кішкентай кезімде арман болатын. Жалпы мен бұл қазақ дегенді шет мемлекетте, 30 мемлекетте болғанда сездім. Жалпы біздің дініміз, тарихымыз, мәдениетіміз жалпы өте жоғары. Бағаламаймыз ғой жалпы көп нәрсені. Менің құрметім жоғары, құрметтеймін, сыйлаймын барлық дінімді де, тарихымды да, мәдениетімді де. Жалпы осыны одан ары қарай әлемге таныту. Қазақ, нағыз қазақ қалай болатын. Өзің секілді құрдастарыңа айтар кеңес. Жалпы мен ақыл кеңесте бірнеше рет айтар едім. Біріншісі, жалпы өзіңді құрметтеп, отаныңды құрметтеп, одан кейін уақытыңды тиімді пайдалану. Енді қазір әлеуметтік желі өте қатты дамып кеткеніне қарай, енді мүмкіншілік өте көп. Үйде оқып та сен неше түрлі тілдер меңгер деп айтар едім. Жалпы білімді болу керек деп ойлаймын. Білімді болсаң ешқашан жерге құламайсың. Содан кейін әлеуметтік желіде танымал адамдарды, мысалы тренинг, түрлі жаңағы сабақтар өтуге, семинарларға шақырып тұрады. Өзіңізді сондай ұсыныстар келіп тұра ма өзіңізге де? Иә, ұсыныстар әзірге өте көп. Енді бұйырса жайлап бар. Мен негізі шетелдегі асырап кеткен балалар өте көп қой. Соларға негізі қазақ тілде үйретемін. Сондай сабақ беремін шетелдік балаларға. Қалай үйретесіз? Жалпы енді олар енді қазақ еліне келгісі келеді, сағынады. Соларға енді Монғолияда да бар, енді жалпы қандай бағдарлама беру керек, жалпы Қазақстанға барғанда біз не істей аламыз. Мысалы, тілден қатты қиналады. Мен шыны керек, қазақ еліне келіп, тілден қатты қиналдым. Өйткені енді мен қазақ елі, қазақ жұрт дегенде барлық енді біз енді көшпелілерде өмірде енді нағыз қазақи ортада туып өсіп, сол жерден солай ойлайтынмын. Келіп бірінші келгенде енді орысшалап қосып солай сөйлейтін де көп нәрсе басында түсінбедім. Апай не айтып жатыр, мен түсінбеймін деп. Солай болды. Енді мен оны түсіндім. Уақыт өте келе барлығын тарихын зерттей келе, енді біздің Монғолияда бар ғой, енді біздің бірінші тіліміз, ана тіліміз қазақ тілі болса, екінші тіл моңғол тілі. Енді осы жақта да солай болды да. Уақыт келе барлығына үйрендім. Бүркітші Айшолпан неше тілді меңгерген? Қазір таңда иә, енді өзімнің ана тілім қазақ тілі, моңғол тілі, ағылшын, түрік тілі, енді орыс тілі 50-ден 50. Жақсы. Бос уақытта өзіңіз сүйіп айналысатын хоббиіңіз бар ма? Жалпы менде негізі бос уақыт бола бермейді. Өйткені көптеген өзімді жалпы кітаптар оқуға, тілдер үйренуге, және де әртүрлі іс-шараларға барам. Содан арасында балаларға сабақ берем. Солай. Соңғы сауал. Хабарымыздың басын сол Салбурмен бастадық, Салбурмен аяқтайық. Жалпы Шығыс Қазақстанда өткен бүркітшілер сайысында сахнаға шығарып, сый құрмет көрсетіп, осындай сыйлық жасаған кезде қандай сезімде болдың? Осындай біздің қарындасымызға бүкіл облыс халқының атынан бір осындай пәтер кілтін табыс етуге рұқсат етіңіздер. Жалпы иә, енді ол кезде енді қуанышта болдым, сезімден айтып жеткізе алмай отырмын. Шын кезде мен ешқашан күтпедім, мен осылай жалпы пәтер үй аламын деп тек басым деп алғысымды айтқым келеді. Жақсы, рахмет. Ата-бабамыздан қалған бекзат өнерді насихаттап жүрген Айшолпан, шаршамаңыз, биік шыңдардан көріне беріңіз. Көп рахмет сізге. Әмин, рахмет сіздерге.